Елестетіп көріңізші, сіз көлікке отырдыңыз, ал ол өздігінен жылдамдығын реттеп жолдағы шұңқырды айналып өтеді. Кептеліс туралы алдын ала ескертіп, керек болса өз тұраққа тұрады. Бұл бұрын тек фильмде болатын нәрсе сияқты естілетін, бірақ қазір бұл шындыққа айналып келеді. Қазақстанда алдағы жылдары ақылды жолдар мен жүргізушісіз көліктер пайда болады. Бұл жай сән немесе әдемі жоба емес, елдің даму бағытын айқындайтын маңызды бастама. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтып жүрген цифрландыру саясатының нақты көрінісі де осы. Ақылды жол дегеніміз не дейсіздер ме? Бұл заманауи технологиялармен жабдықталған жол. Онда арнайы датчиктер, камералар және байланыс жүйелері орнатылады. Олар жолдың жағдайы, ауа райы, кептеліс пен апаттар туралы ақпаратты жинап, орталық жүйеге жібереді. Сол жүйе қозғалысты басқарып, көліктердің бағытын өзгертіп, немесе жүргізушілерді ескертіп отырады. Мысалы, сіз Астанадан Қарағандыға бара жатырсыз. Алдыңызда қалың тұман. Сол сәтте ақылды жол жүйесі жылдамдықты автоматты түрде төмендетіп, шамдарды қосып, көріну шектелуі екенін хабарлайды. Бұның бәрі адамның қатысуынсыз жасалады. Мұндай технологиялар қазір әлемнің дамыған елдерінде кеңінен қолданылады. Мысалы, Қытайда жолдар өз бетімен асфальттың бүлінген жері туралы хабар жібереді. Германияда бағдаршамдар көлік қозғалысына қарай автоматты түрде реттеледі. Дубай мен Сингапурде жүргізушісіз таксилер адамдарды күнделікті тасып жүр. Қазақстанда осы бағытқа қадам басып отыр. Мемлекет басшысы бірнеше рет айтқандай, цифрландыру бұл сән үшін емес, елдің стратегиялық таңдауы. Сол себепті қазір Қазақстанда ақылды жолдар салуға дайындық басталды. Алғашқы сынақ жобалары Алатау Сити деп аталатын жаңа қалада жүзеге аспақ. Бұл Алматы мен Қонаев арасындағы жаңа технологиялық аймақ. Мұнда ақылды жарықтандыру, жасанды интеллект, автоматтандырылған көлік жүйесі сияқты шешімдер қолданылады. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді? Көлік жолмен V2X жүйесі арқылы байланысады. Яғни көлік жолмен, жол белгілермен және басқа машиналармен ақпарат алмаса алады. Мысалы, егер жолда жөндеу жұмыстары жүріп жатса, көлік оны алдын ала біледі де бағытты өзгертеді. Егер көктайғақ болса, көлік жылдамдықты төмендетеді. Егер алда кептеліс болса, жүйе ең жылдам айналма жолды ұсынады. Яғни көлік пен жол бір-бірімен сөйлесіп бірге жұмыс істейді. Бұл не үшін қажет дейсіздер ме? Біріншіден, қауіпсіздік үшін. Өткен жылы Қазақстанда 31 мыңнан астам жол көлік апаты тіркелген. Соның ішінде 1950 апат өліммен аяқталды. Ал 40 мыңнан астам адам жарақат алған. Апаттардың көпшілігі адам қателігінен болады. Зейінсіздік, асығыстық немесе шаршау. Ақылды жолдар осы қауіптің алдын алады. Олар жылдамдық пен арақашықтықты автоматты түрде бақылайды. Апатты жағдайларды ерте байқайды. Нәтижесінде апат саны азаяды. Жол қауіпсіздігі күшейеді. Екіншіден, уақыт пен жанармай үнемделеді. Жүйе жолдағы қозғалысты реттеп, кептеліс болдырмайды. Бұл әсіресе ірі қалалар үшін маңызды. Үшіншіден, экология жақсарады. Жүргізушісіз көліктер мен электромобильдер аз қалдық шығарады. Бұл қала ауасының тазарып, шу мен ластауының азаюына әсер етеді. Мұндай технологияларды енгізу тек көлік жүйесін ғана емес, елдің экономикасында дамытады. Жаңа зауыттар, зертханалар мен инженерлік орталықтар ашылады. Бұл жастарға, айдишілерге, инженерлер мен сарапшыларға жаңа мүмкіндік береді. Яғни тек машиналар емес, біз де ақылды боламыз, үйренеміз, жасаймыз, дамимыз. Әрине, қиындықтар да бар. Мұндай жүйені орнату қымбатқа түседі. Заңнаманы бейімдеу қажет, ал халықтың сенімі де маңызды. Көп адам әлі де жүргізушісіз көліктен қорқамын дейді. Сондықтан бәрі бірден емес, кезең-кезеңмен іске асады. Біз асықпай, басқа елдердің тәжірибесін зерттеп, өзімізге тиімді жолын таңдаймыз. Президент Тоқаев бұл бағытта нақты ұстаным білдірді. Цифрландыру елге пайда әкелуі керек. Бұл тек әдемі есеп үшін емес, халықтың өмірін жеңілдету үшін жасалуы тиіс. Сол себепті қазір үкімет отандық IT компанияларды қолдап, жүргізушісіз көліктерге арналған сынақ аймақтарын дайындап жатыр. Бұл қиял емес, алдағы бірнеше жылда іске асатын нақты жоспар. Қазір ақш-та жүргізушісіз жүк көліктері тас жолдарда жүреді. Қытайда пилотсыз таксилер мегаполистердің ортасында қызмет көрсетіп жүр. Енді Қазақстанда осы бағытта алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Бірінші сынақтар жабық трассаларда өтеді. Содан кейін Алатау Ситиде, ал болашақта басқа қалаларда да жалғасады.
бәлкім бірнеше жылдан кейін сіз де жұмысыңызға өздігінен жүретін көлікпен бара аласыз. Біз жаңа дәуірге аяқ бастық. Бұл дәуірде технологиялар адамның сенімді көмекшісіне айналды. Жол қауіпсіз болады, уақыт үнемделеді, ал Қазақстан жаңа деңгейге көтеріледі. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Жүргізушісіз көліктерге сенесіз бе? Сіз отырған көлік өздігінен басқарылса, жайлы болар ма еді? Пікір қалдырыңыз, талқылайық. Жаңа технологиялар туралы көбірек білгіңіз келсе, Жасвайп арнасына жазылыңыз, лайк басыңыз және бұл видеомен достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше.